Сәлем баршаңызға. Бүгінгі химия есебіміздің берілгені мынадай. Натрий гидроксиді 400 грамм берілген. Ол азот қышқылымен әрекеттескен кезде түзілген тұздың массасын анықтау керек екен. Бұл жерде мен берілгенін жазып қойдым. Мінекей, яғни берілгені масса натрий OH тең 400 грамм. Табу керек на бөліміне біз не табу керек соны жазамыз. Масса тұз деп жазып қойдым. Енді на бөлімге біз шешуші кезеңін жазамыз. Яғни есептің шығарылу жолы жазылатын болады. Ең бірінші бізге қажетті реакция теңдеуін жазып алайық. Яғни натрий OH пен азот қышқылының әрекеттесу реакциясы. Бізде яғни натрий OH пен HNO3-ті қосқанда натрий NO3 және су түзіледі екен. Яғни бізде тұз натрий NO3. Бұл жерде берілген мәндер натрий OH-тың массасы берілген. Бір сызық сызып қояйын. Және де натрий NO3-ті табу керек. Бұл X болады. Бізге белгілі формула бойынша біз массасы арқылы оның зат мөлшерін тауып алатын боламыз. Nu тең M бөлінген M-ға. Бұл жердегі M деп отырғанымыз натрий OH-тың молекулалық массасы екен. Яғни ол деп отырғанымыз өзінің массаларын қосып шығамыз. Натрий бізде кесте бойынша, менде кесте бойынша 23, оттегі 16, сутек 1-ге тең. Су кез барлығын қосқанда 40 болады. Сонда М-нің мәні бізде 40-қа тең екен. Ал мынау кішкентай М деген бізде есептің берілгеніндегі масса. Осы мәндерді пайдаланып біз мынау зат мөлшерін тауып аламыз. 400-ді бөлеміз 40-қа. Сонда 10 моль болады екен. 10 моль реакция теңдеуі бойынша бізде қарасаңыздар алдыларында барлығында 1 деген коэффициент тұр, яғни ол жазылмайды. Сондықтан да бұл жерде бір-біріне зат мөлшерлері тең деп алып, біз мына 10 мольді мынаған тең 10 моль, мынаған да тең деп алып, өйткені алдында коэффициенттері 1-де-1 теңге тең болғандықтан осы мольді пайдаланатын боламыз, яғни оның массасын табуда. Дәл осы формуладан табамыз. М тең nu көбейтілген М. Сол кезде келесідей болады. Nu көбейтілген М тең nu ретінде 10 мольді аламыз, көбейтеміз, оның М-і біз тауып отырған зат, яғни натрий нитратының молекулалық массасы. Бұл жерде натрий 23-ке тең, N азот 14, оттегі 16, 16-ны 3-ке көбейтеміз. Сол кезде барлығын бір-біріне қосқан кезде 85 болады екен. Сонда 10-ды көбейтеміз 85-ке. 10-ды көбейтек 85-ке 850 грамм болады екен. 850 грамм. Жауабы шықты. Сонда алынған, яғни түзілген тұздың массасы 850 грамм екен.